Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін біз осындай жұмсақ пицца жасайтын боламыз. Сырсыз жасаймыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Алдымен бізге дрож, бір қасық қант, өсімдік майы, 3 қасықтай құямын. Сосын осылай араластырып аламыз. Сосын жылы сүт. Жылы сүтімізді құйып, осылай араластырып аламыз да, сосын ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салуымыз қажет. Аз-аздан отырып саламыз. Енді мен барлығын араластырып алдым. Осындай қылып иіледім. Иіліп болып, осыны мен 30 минутқа қойып қойдым жылы жерге. Көтерілгеннен кейін осылай дөңгелектеп 3 бөлікке бөлдім. Менде осы рецептпен 3 пицца шықты. Осылай протеинге салып, үстіне салмасын саласыздар. Мен алдымен сары май жағамын, жұмсақ болу үшін. Осындай салдым. Дүкендегі, банкідегі салатты алсаңыздар болады. Қалауыңыз бойынша начинканы салсаңыздар болады. Мен осындай банкідегін алдым. Өте жұмсақ, сочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Сау болыңыздар.